Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін қызанақ және саңырауқұлақ қосылған тауық мөрлерін жасаймыз. Куриные отбивные с грибами и помидорами. Ол үшін қажетті нәрселерімізді дайындап аламыз. Тауықтың төс еті, грудинкасы филесі, одан басқа ірімшік, твердый сыр, қызанақ, помидор, шампиньон, жас, свежий немесе замороженный. Басқа майонез, тұз бен бұрыш. Төс еттен әрі жеріндегі мына жилкаларын, майларын кесіп алып тастаймыз. Пленкаларын шешіп тастаймыз бойынан. Мен 3 бөлікке бөлем. Сіздер аз адам болсаңыздар, 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Негізі тез дайындалатын тамақ. Менің тауық етім мұз болып тұр әлі. Негізі алдын ала шарқылғанымыз дұрыс. Мынандай соғанын пакетке саламыз да, мынандай арнайы балғамен соғамыз. Темір болса жақсы. Противне майлап алдық. Тауық етін ұрғылап соқылап алдық. Енді оны противнге саламыз. Дұрыстап кішкене форма келтіріп саламыз бойынан. Айтпақшы жуандығы 5 мм болу керек. Совсем жуан болып жатса, бұлайынан екке кесіп аламыз да, кішкене оңай болу үшін. Енді қайтадан саламыз. Менің балтам темір емес. Отбивнайларымызды дайындап алдық. Аздап тұз себеміз, бұрыш себеміз. Одан кейін майонез жағамыз. Ұнатсаңыз, чеснок жағуға болады. Саңырауқұлақ ұнатсаңыз, саңырауқұлақ салыңыз. Помидорды тураймыз, кружочек қып, шеңбер қып. Енді қалғанына бұлай помидор салға болады. Біреу немесе екеу. Қанша помидорыңыз болады, соған байланысты. Помидорларды орналастырып қойдым. Саңырауқұлақтары бардың үстіне де помидор қойдым. Ірімшігімізді, сырымызды үкіштен өткіземін, теркадан. Духовканы 180 градусқа қосып қойған. Енді аның бетіне осы сырды салам осылай. 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз 20 минутқа. Егер мына ірімшігіңіздің, сырыңыздың беті қызып бара жатса, бетіне фольга жабыңыз. Тауық мөрлері дайын, куриные отбивные. 20 минут пісті. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Гарнирға күріш, картофельное пюре, рожки, гречка қоюға болады.